саған? Шака, Голливуд деген жер осы ма? Мен айтып жүрген осы ғой, постоянно осында демаламыз ғой, брат. Брат, сен туған күніңді осы жерде жасамаймыз ба? Давай жасайық. Осы жерде жасайық, братан. Болды онда жасайық. Сен қызыңсыз жүрмейтін едің ғой. Қалай сұрандың, қызыңнан? Менің қызым білмейді ана жақта жүргенімді. Біліп қойса білесіңдер. Мойында ше қызыңнан қорқасың ғой сен. Ей, қызым звондап жатыр. Ұйықтап жатырмын десе. Қалай айтам, видеозвонок звондап жатыр. Жап тұр. Менде бір идея бар. Футболканы шеш. Шеш деді ғой, шеш. Шеш. Жат. Не істемексіңдер? Типа диванда жатқан сияқтысың. Үйде жатыр ма типа? Қалайсың жан? Рахмет, жақсы жан. Манадан бері саған звондап жатыр. Неге трубканы алмайсың? Мен ауырып жатырмын, мен үйдемін. Жан дәрімді ішіп жатыр, көрмей қалған шығар. Мен дәрімді тағы ішіп алайын, иә? Қатты басым ауырып тұр. Ертең ұйқыдан тұрғасын өзім саған звондаймын, иә жан? Все, давай жақсы. Қалайсың ей бала? Оқуың қалай, жақсы ма? Оқу деген жақсы, проблема жоқ, мама. Алматыда павлода қалай? Қар жауып тиме, ойбай анау ұлтарағыңды етіңді салып жүр, етіңді жайып жүр, басына киіп жүр. Ертең ауырып қалсаң денсаулығың ешкімге керек емес сен. Уайымдама, мама. Басыма сен берген құлақшын бар, аяғымда екі ұлтарақ. Сосын сен әкем бар ау, шешем бар ау деп бір хабарласудан қалдың ғой сен вообще. Қызыңа күнде 50 рет звондайсың ғой жоқ дегенде. Маған бір рет звондасаң болады ғой. Оқудан қол босамай жүр, мама. Айтпақшы, Дидат қайда? Дидатқа берші трубканы. Дидат үйде қояды. Дидат, ағам, келіп сөйлесесің ба? Алло. Қалайсың бауырым? Жақсысың ба? Жақсымын аға. Қашан келесің? Сені сағындым. Мен де сені сағындым. Оқу біткен соң қайтам ғой жаным. Аға, маған келетін кезде автомат пистолет алып келіңізші. Болды, алып келем. Тағы да не алып келейін? Чипсы, мороженое, банан, шоколад, сок. Болды, ертең барғасын, айтқан заттардың барлығын алып келем. Давай жарайды. Брат, кеттім мен автобусқа келдім. Родной, проездға 80 теңге жетпей тұрады, берші. Шакунай балам, ана ағаң айтқан істе. Мен қазір бір сағаттан кейін келемін. Мама, кезгеш, сосын маған чипсимен келеске ал кез. Мама. Ей, мама деп мамалай бермеші. Ол сенің мамаң емес, ол менің мамам, білесің ба? Мен мамам қайда сонда? Сенің мамаң шетелге көшіп кеткен. Олар деген сиган, сен сиганның баласысың. Өзің логически ойланып қарашы. Біз барлығымыз аппақпыз, бойымыз ұзын. Сенің болса бойы кішкене, чоп-чорныйсың. Сен сиганның баласысың. Еще сенің есімің Шәкәрім емес, сенің есімің Джордж. Сиган. Сен өтірік айтпа, сыгандарда Джордж деген ат болмайды. Мен сыган емеспін, қазақпын. Мен мамам ана. Мен лично өзім мусоргадан тауып алғанмын. Онда сен мусор төгуге барсаңда мусордан тауып алған ғой сен. Сигансың сен. Ойнамайды. Жан. Сен сиганның баласы емессің. Баласымсың да. Жаман, көрші орыс кемпір бар ғой, сол баласың. Цыганка мне гадала, билась и обещала, что это... Өлгенше мыналардан су ағызасыңдар, үнер қатында бір ғой. Бақалап бергеші, ақсызым. Не болды ба? Ой, әке. Ана, көк татпада пласка ұзып тұр. Ал кеш бар, кеш. Бош. Башы бар. Блин, пласка көп істеген қайсы еді? Мынау ғой. Мына жақта су тесіліп жатыр, босай! Босай, мама сағарып жатыр ғой, босай. Әкелдің ғой міне. Мынау пласка ұзып емес қой, мынау әке. Инструмент білмейді, бар ал кеше, сен білесің ғой әке. Пласка өзі екен білмейші бала, не білей пласка өзі екені? Біз бала кезімізде қандай едік, мотоциклді шашып тастап жинайтын едік қой, қасты шайнап құм түкіретін едік қой, босай әке. Пласка өзі екен неге білмейді, шевелет дәрі алдыр ғой. Ой,